Бұл жер бетіндегі бұрын соңды болмаған үлкен аумақты алған империя еді. Кореядан Украинаға дейін, Сібірден оңтүстік Қытайға дейінгі территорияны қамтыды. Бұл жердің көп бөлігі жазық жер болатын. 12 ғасырда Моңғол империясы құрылмай тұрған кезде Шығыс Азия далаларын бір-бірінен тәуелсіз хандар билігіндегі көшпенді моңғол түркі тайпалары мекен еткен болатын. Бұндағы халық көбінесе қой, түйе, жылқы шаруашылығымен айналысып, жеңіл, ыңғайлы киіз үйлерде тұрып, қыстау мен жайлау арасында көшпелі өмір сүрді. Бұл қауымдастықтарда әйелдер үлкен рөл атқарды, көшіп қону істерін және сауда-саттықты ұйымдастырды. Бұл уақытта ерлер бойындағы ат үстіндегі соғыс өнерін шыңдады. Себебі көшпелі тайпалар бір-бірімен жиі соғысты, және бұл жағдай ақсүйек моңғол отбасында туған Темучиннің келуімен өзгерді. Әкесінен жастайында айырылып, кедейшілікте ер жеткен Темучин билік сахнасына тез шығады. Оның негізгі себебі басқа хандарға қарағанда ол өз әскерін талабы мен еңбегіне қарай бағалаған. Оның үстіне өзі басып алған көшпелі тайпаларды көтеріліске шығуынан тежеп, шашыраңқы түрде әскеріне қосып алады. Бұл инновация оны тоқтаусыз етті. Сөйтіп 1206 жылы күллі киіз үйлерді бір империяның астына жинап, Темучин Шыңғыс хан атанды. Моңғолдар бақсылыққа табынған. Табиғат пен ата-бабаларының рухына сенген әскерлер көк тәңіріне бағынды. Шыңғыс хан көк тәңірінің одан күллі әлемді жаулап алуын сұрады дегенге сенеді. Күллі көшпелі халықты бір тудың астына жинаған ханға бұл мүмкін жағдай ретінде көрінді. Моңғол әскеріне қарсы шыққан кез келген адам баласы көк тәңіріне қарсы шығады дегенді алға тартты, және ол кешірімсіз әрі жазасы өліммен тең еді. Шыңғыс хан алдымен солтүстік Қытайды басып алған соң шығыс ислам мемлекеттеріне көшеді. 1227 жылғы өлімінен кейін империяның территориясы Шыңғыс ханның ұрпақтарына қалады. 1230 жылы Шыңғыс хан ұрпақтары бірден Орта Азия түркілерін және Ресей князьдерін қол астына бағындырады. Ізін ала 1241 жылы Европаның екі әскерін жеңеді. 1250 жылдары моңғолдар ислам территориясын Бағдатқа дейін қысқартып, 1279 жылға қарай оңтүстік Қытайға да жетеді. Моңғол империясының құрамындағы өмір тек соғыс, зардап, күйзеліске әкелмеді. Империяның құрамында енген территориялар өздерінің бұрынғы ішкі саясаттарын сақтап қала алды. Ішкі билеушілер өз орындарында қалды. Тіпті саны көп бірегей халықтардың өз дінін сақтап қалуына да кедергі келтірмеді. Оның үстіне ағартушыларды, инженер ғалымдарды үлкен империяның әртүрлі жеріне жіберіп, өз жұмыстарын жалғастыруына мүмкіндік жасады. Империяда өндірілген ең құнды тауардың бірі ретінде алтын мата аталды. Оны жасау үшін Қытайдан жібек, Тибеттен алтын, Бағдаттан тігіншілер қолданған. Алтын мата моңғол билеушілерінің киімдерінің, жылқыларының, киіз үйлерінің негізгі құраушы бөлігі атанды. Моңғолдар Қытайдағы әртүрлі оқ-дары түрлерін ерекше бағалаған. Еуразияның көп бөлігі бір империяның астына біріккен соң сауда-саттық ерекше дамыды. Сөйтіп, ұлы жібек жолы өз жұмысын бастады. Бұл тек құрлықпен шектелмей, теңіз жолдарында да сауда дами бастады. Осы сауданың жемісі ретінде қытайлық фарфордан жасалған ыдыстар Иранда өрнектермен әсемделіп, империяға оңай тарады. Алайда бұл дамыған өркениетке биліктің қолдан қолға берілуі тосқауыл болды. Хандық жай ғана үлкен ұлға өтіп қоймай, билікке барлық ізбасылардың қатысуына жол ашты. Осы тұста отбасының үлкен бәйбішесі соңғы шешімді айтатын еді. 1260 жылға қарай Шыңғыс ханның үлкен ұлдарының бір-бірімен таласының нәтижесі бірнеше азаматтық соғыстардың пайда болуына әкеп соқты. Осының әсерінен үлкен империя 4 бөлікке бөлінді. Қытайдағы Құбылай ханның Юань империясы сол жылдардағы ғылым мен мәдениеттің алтын ғасырына айналған заманға тұспа-тұс келді. Ирандағы Хулагу мемлекеті жаңа монументтік архитектураның және парсылық өрнектің негізін салуда басты рөл ойнады. Орталық Азияда Шағатай ханның ізбасарлары Үндістандағы ұлы моғолдар империясын құрды. Ал Алтын Орда Шығыс Азияны әлі біраз жыл қатарынан биледі, Мәскеудегі ұлы князьдік құрылғанға дейін. Империяның ғұмыры тек қысқа уақытпен шектелгеннің өзінде моңғолдар рухы қазіргі күнге дейін өз мәнісін жоғалтпаған ірі тарихты жазып үлгерді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енемен құдықты бірге қазайық.